2024 жылы зейнетақы 120 мыңнан 130 мың теңгеге дейін көбейетін болады. Қымбатшылық қос өкпеден қысып тұрған шақта ол аз болғандай, енді келер жылдан, яғни 2024 жылдан бастап коммуналдық қызмет ақылары да көтерілетін болады. Бүгінде әлеуметтің ең осал тобы зейнеткерлер зейнетақы қалай болар екен деп көңілдері алаңдаулы. Күні бүгін орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихаты кезінде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова 2024 жылы Қазақстанда орташа зейнетақы қанша болатынын айтты. Зейнет жасындағылардың көңілін алаң еткен мәселе қалай болмақ? Жаңа жылды зейнетақы 130 мың теңгеге дейін көбейе ме? Бұл туралы видеоның соңында айтатын боламыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Баспасөз мәслихаты барысында министр келесі жылдан бастап орташа зейнетақыны өсіру мәселесін талқылады. Бүгінде жұртшылық арасында базалық зейнетақы жойылады екен деген қауесет тарауда. Светлана Жақыпова базалық зейнетақыны алып тастау туралы ақпарат шындыққа жанаспайтынын айтты. Жаңа жылдан бастап, яғни 2024 жылы қазақстандық зейнеткерлер базалық зейнетақыны қоса алғанда бірнеше көздерден төлем алуды жалғастыратынын мәлімдеді. Биыл базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-дан 60%-на дейін белгіленді. Келесі жылдан бастап министрлік ең төменгі шекті тағы 5%-ға арттыратын болады. Сонымен қатар инфляция деңгейіне 7% индекстеу болады, деді министр Светлана Жақыпова. Министрдің айтуынша 2024 жылы зейнетақы 120 мың теңгеден 130 мың теңгеге дейін өседі.